Әкімшіліктердің берген ақпаратына сәйкес, бүгінге дейін Ақмола облысы егіннің 92, Қостанай 74, ал солтүстік Қазақстан облысы 82%-ын жинап алған. Бірақ бұл көрсеткіштер ғарыштан түсірілген фотосуреттермен сәйкес келмейді. Бұл туралы бүгін Ауыл шаруашылығы министрлігінде өткен 2015 жылғы өнімге тұқым дайындау жөніндегі селекторлық отырыс аясында біздің тілшілерге берген сұхбатында Ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіп кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы Сақташ Хасенов айтты. Комитет төрағасының айтуынша, тіпті бұл облыстардың кейбір аудандарындағы шаруашылықтар әлі күнге дейін егіннің 20-30%-ында жинап үлгермеген. Оған біріншіден ауа райының қолайсыздығы себеп болса, екіншіден техниканың жетіспеушілігі қол байлау болған. Космостың суретіне қарасақ, айырмашылық бар. 10%, 12% өндірген пайыз айырмашылық бар. Қостанай облысын алса, мысалы, бәрі сол енді көрініп тұр. Оңтүстік аудандары бәрі жиналған, түсірілген. Ал енді солтүстіктегі екі аудандар арасында да көрініп тұр, жиналмаған. Енді ауа райының қолайсыздығына байланысты шаруасы шатаяқтап шығынға батқан диқандардың астығын азық-түлік келісімшарт корпорациясы сатып алады. Бұрын олар 3-ші класста сапалық көрсеткішке ие астықты ғана сатып алып келген болса, енді шаруалардың 4-5 сападағы егіндердегі сатып алады. Өз кезегінде бұл еңсесі түскен шаруаларға үлкен қолдау болмақ. Осы жағдайға орай 4-ші және 5-ші классыда сатып алуға шешім қабылданды. 3-ші класс бидай 40 мың теңге тоннасы, 4-ші сапалы бидайдың бағасы 35 мың, 5-ші сапалы бидайдың бағасы 30 мың теңге тоннасына.